Армысыздар, құрметті отандастар, кеш жарық. Қазір сіздер білесіздер, Қордайдағы Масанчи ауылындағы жаңа болған жағдайды. Өткенде Facebook парақшамда өзім осыған байланысты 3 мақала жазып өттім. Ал енді бүгін өзім ойымды толық білдірсем деп сіздерге шығып отырмын. Осы жайында өзімнің жасаған зерделеу жұмыстарым бар, жалпы айтатын пікірімді білдірейін деп едім. Сонымен өзімнің жазғанымды ұмытып қалмай толық жазу үшін сіздерге мүмкін оқып берермін, мүмкін айтармын. Енді көреміз оны. Сонымен Қордайдағы Масанчи ауылындағы қақтығысты әркім өз пайдасына пайдаланып алғысы келетіндер бар. Осындай қайғылы қақтығыстар алғаш рет орын алды ма? Әрине жоқ. Осындай жағдай, мысалға, 2015 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында қазақты тәжіктер пышақтап өлтірген кезде қазақтар мен тәжіктер арасында қақтығыс болды. 2019 жылы Қарағанды қаласында армяндар қазақтың жас жігітін пышақтап өлтірген кезде де қазақ пен армян арасында қақтығыс болды. Егер барлығын айта берсек, мысалға да, осыған ұқсас оқиғалар көп болған екен. Осындай қайғылы жағдайдың орын алуына кім және кімдер кінәлі деген орынды сұрақ туындайды. Осының барлығына ең бірінші кінәлі адам Назарбаев және оның жүргізіп отырған екі жүзді саяқал саясаты. Кезінде Назарбаевтың өзі егер орысша сөйлеген адамға қазақша жауап берген адамды жұмыстан қуыңдар деп айтқан болатын. Естеріңізде болар әрине. Осылай ұлтаралық араздықтың туындауына өзі тікелей жол ашты. Осы сөзді естіген диаспоралар мен этностық топтар қатты құтырып кетті. Ол тек ұлтаралық араздықты қоздырып қана қоймай, ол мемлекеттік тіл қазақ тілінде басқа диаспоралардың табанының астына қорлау үшін салып берді. Назарбаев осы іс-әрекетімен титулды қазақ ұлтының ары мен намысы болып саналатын ана тілін қорлап, опасыздық жасап, өзінің қазақ емес қалмақ екен 100% дәлелдеді. Негізі Қордайдағы қақтығыстың басты орын алу себебі 80 жастағы қазақ ақсақалының жолдан өтіп кетейік, жолды босатыңдар деп тұнған жастарына айтқан сөз үшін ақсақалды және оған қоса оның екі ересек ұлын ұрып тастаған. 80 жастағы ақсақалдың белін балғамен ұрып сындырған қарт ақсақал үшін мұндай соққы алу әрине өліммен тең. Осындай ауыр соққыдан кейін ақсақалдың қайта жүріп кетуі екіталай. Ал атаның ересек екі ұлын арматурамен ұрған ақсақал қазір алған ауыр жарақат салдарынан емханада жатыр. Осы қылмыстық іс орын алғаннан кейін полиция қызметкерлері бұзақы доңғандарды ұстауға келген кезде полиция мен доңғандардың арасында қақтығыс басталып, доңған жастары полиция өкілдеріне бағынбай, олармен төбелесуді бастап кеткен. Қақтығыстың басталуы осыдан басталған. Ал осы төбелестің басында болған кейбір доңған ақсақалдарды доңған жастарына қойыңдар деп бір ауыз сөз айтпаған. Қазақ полициясын басынған доңған азаматтарын көрген қазақтың көрген жігіттері бар ғой, намыстары қозып, жан-жаққа телефон соғып, таныстары мен достарын полицияға көмек беру үшін шақырған. Осылай қақтығыс кенеттен басталып кеткен. Ешқандай да үшінші тараптан арандатушылық болмаған анық. Осы қақтығысты естіген халық өздігінен апатты стихиялы түрде көтеріліп кеткен. Осы болған қақтығысты арандатушылық деп есептейтіндердің өздері арандатушылар.
Осы болған жағдайды кейбіреулер арандатушылық деп бағалап сәуегейлік жасауда. Тіпті Бақытжан Көпбаев деген арандатушы интернационалист және Ресейдің импершіл сепаратисі қазақ ұлтын айыптап, фашистерге теңеп, ар намысына тиген сөздер айтты. Осындай ұлтаралық қақтығыстар орын алған кезде табан астынан пайда болып кететін ресейшіл сепаратист қақтығысқа одан сайын май құйып өршітуінің өзі ұлтаралық араздықтың қозуына жол ашу әрекеті деп санауға әбден болады. Бақытжан Көпбаевты екінші нөмірлі Ермек Тайшыбеков деп атауға толық негіз бар. Кезінде Ермек Тайшыбеков қазақ елін Ресей губерниясына айналдыру үшін үгіт насихат жұмыстармен айналысты. Дәл қазіргі кезде Бақытжан Көпбаев осы позицияны ұстанып отыр. Осы арандатушы Бақытжан Көпбаевтың үстінен неге Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бап 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалмайды? Оның ойы мен талабы бойынша өз отаны мен тілін сүйетін барлық қазақ азаматтарын фашистерге теңеп, ұлтшылдардың көзін жоюды Тоқаев және оның артында тұрған Назарбаевтан сұрап отыр. Елдің ынтымақтастығына іріткі салатын осындай ресейшіл сепаратистер неге жауапқа тартылмайды? Демек, ұлт мүддесін шын ниетімен қорғаған азаматтардың барлығы шынында фашистер ме? Онда өз ұлтының мүддесін қорғаған көптеген шетелдік демократиялы мемлекеттердің барлығы фашистер болғаны ма? Ондай мемлекеттерге Швеция, Дания, Германия, тағы осы сияқты елдер жатқызуға болады. Мәңгірген мәңгүрттер, сендер бір нәрсені түсініп алыңдар. Ұлт мүддесі деген ол мемлекет мүддесі деген сөз. Мемлекеттің негізін сол елдің жергілікті ұлты қалаған және сол ұлттан тұрады. Оның аты қазақ. Осындай мәңгүрттердің қазақ ұлтының тағдыры мен мемлекет тағдырын шешемін деп араласатыны адамның күлкісін келтіреді. Бұдан былай ұлт пен мемлекеттің тағдырын тек елі мен отанын шын сүйетін шынайы ұлтшылдар ғана шешетін болады. Сондай-ақ интернетте дүнған азаматын қазақ елінің Ресейге қосылғанын жақтап, тәуелсіздігімізді мойындамай, Ресей тілінде сөйлеуі ол басынғандық. Әрине осында сепаратистік пиғыл немесе көңіл-күй деп қабылдауға әбден болады. Ал енді Сапарбаевтың Ресей мемлекетіне қосылуды армандайтын және тек Ресей тілінде сөйлейтін тоңғандарды елге кері қайтыңдар деп жанталасуын қалай түсінеміз? Бердібек Сапарбаев тоңғандарға келтірілген шығындарды өтеп береміз деп жалбарынуы түсініксіз. Кезінде Арыс қаласында апат болғанда өртенген, бүлінген үйлер үшін ешқандай шенеуніктің аузынан шығындарыңды өтеп береміз деген сөз шыққан жоқ. Осы күнге дейін Арыста көптеген үйлер жөндеусіз қалғаны белгілі. Демек, 200 осындай шенеуніктер осыдан 1 жыл бұрын Астана қаласында өртеніп өлген 5 періште қыз неге біреудің есігінің алдындағы кішкентай сарайшығында тұрды? Соларға сол кете ешкімде қамқоршылық танытпады. Неге бәріне бірдей қамқорлық көрсетілмейді? Демек, жемқор шенеуніктер екілік двойной стандарт ұстанады деген сөз. Негізі, менің басқа диаспораларға ешқандай қарсылығым жоқ. Тек әділдік сақталса және дискриминация болмаса екен деймін. Кейбір адамдар тоңғандардың ақсақалы кешірім сұрады деп айтуда. Сіздер сақалы бар, мұрты жоқ шалдың сөзін қайта анықтап тыңдап көріңіздер. Ол шал ешқандай да кешірім сұраған жоқ. Оның үстіне Ресей тілінде сөйлеп тұр. Менің естуімше, Қордай, тағы басқа этностар тұратын ауыл аймақтардағы барлық орыс мектеп
әрекеттері мемлекет қазынасынан қаржыландырады екен. Осыған тыйым салыну керек. Мемлекеттік тілде сөйлемейтін этностық топтарды қазақ халқы есебінен не үшін қаржыландырылуы керек? Олардың орыс тілінде білім алуына ешкімде тыйым салмайды. Алайда ресей тілінде білім алғылары келеді екен, онда өз қаражаттарына мектеп салып, өз қаражаттары есебінен балаларын оқыта берсін. Егер қазақ тілінде оқытқысы келсе, онда тегін оқытылуы тиіс. Бердібек Сапарбаев бастаған комиссия келген кезде дұңғандар, қазақтар бізге мылтықты тақап тұрып, ақша мен алтынымызды тартып алды деп, қып-қызыл жала жабу әрекеттеріне барды. Не деген бәлеқорлық десеңізші? Сол жерде қақтығыста болған барлық қазақтың жігіттері ұсталып, қамауға алынған бәріміз білеміз. Қамауға алынған адамның міндетті түрде үсті-басы мен қалталарын полиция қызметкерлері тексереді. Сол тексеру кезінде қару мен алтындар және үлкен сомада ақшалар қалталарынан табылу керек емес пе? Ондай еш нәрсе табылмаған. Демек, жалақор дұңғандардың әдейі жапқан жалаларын да жауапсыз қалдыруға болмайды. Жала жапқандар үшін үстінен қылмыстық іс қозғалуы керек. Керісінше, қаруды бірінші қолданған дұңғандар емес пе? Ал қазақтар қорғану үшін тек таяқ пен тастарды ғана пайдаланған. Қарумен оқ атқан дұңғандар қайда? Олар неге қамауға алынбайды? Дұңғандар қаруды қайдан алған? Қаруды қандай мақсатпен үйлерінде сақтаған? Осылардың барлығы анықталуы керек. Сондай-ақ өлген адамдар тек дұңғандар ғана деп тізім жарияланды. Көрдіңіздер ғой мынау желілерде, интернетте. Керісінше кеше қазақ жігітінің өлгені белгілі болды. Және басқа да қазақтың құрбан болғандарын жасырып отыр деген сөздер де айтылуда. Және із-түссіз жоғалып кеткен қазақтар бар екен. Сонда шындықты билік не үшін жасырып отыр? Демек, дұңғандардан өлгендер көп болды, қазақтарда өлген адам жоқ деп барлық кінәні қазақтардың мойнына арта салып, соттап, жазалау үшін әдейі істелінген әрекет па деген ой келеді. Біздің елде шындықтың дауысы қашан шығады екен? Мына бандит, сатқын, жемқор биліктің арқасында тағы да тек қазақтар ғана кінәлі деп тапса, таң қалмаймын. Онсыз да 30 жыл бойы Қалмақшал Назарбаев қазақтарды басқа ұлттарға толерантты болыңдар, біз көп ұлтты мемлекетпіз деп, осы арсыз сөзін құлағымызға әбден құйып, қазақтарды гипноздап, жансыздандырып, рухсыз тірі өлікке айналдырды. 30 жыл бойы өзге диаспоралардың бұзақылығы мен еркелігін көтерген ұлт қазақтаяқ болсын. Олардың құтырғандығы соншалықты қазақ елін Ресейге қосқысы келіп, Ресей тілінде сөйлеп, тәуелсіздігімізді айырғысы келетін іс әрекеттері өршіп тұр. 30 жыл Назарбаевтың қорлығы мен кедейшілікті басынан өткізген қазақ, сендердің тәлпіштеріңді енді көтере алмасы анық. Өйткені жүйкесі әділетсіздіктен әбден жұқарған. Мойындарына отырып алайық деп ойласаңдар, онда бұдан былай мойнынан жұлып алып жерге атып ұрған қазаққа ренжімеңдер. Онсыз да қиындық тауқыметін әбден көрген халық қазір өте ашулы да ызалы. Енді бұдан былай қазақтың ұлттық сезімімен ойнаймыз деп, ойындарыңыз озылып қалып жүрмесін. Әлде кеш емес, ойланыңыздар. Елдегі диаспоралар, этностық топтар, егер Ресейді аңсап, Ресей тілінде сөйлегілеріңіз келсе, онда Ресейге көшіңіздер. Сіздерді ешкім ұстамайды, таңдау сіздерде. Қазақ ешқашанда агрессиялы ұлт болмаған, керісінше өте қонақжай, мейірімді, ақкөңіл болған. Сендер диаспоралар осы жақсы қасиеттерін немесе қонақжайлық
қонақжайлылығын әлсіздік, қорқақтық деп қабылдап, қатты басындыңдар. Сендер қазақтың қонақжайлылығын, мейірімділігін өздеріңнің теріс ниеттерімен лайлап, бұлғап, қазақтарды қатыгездендіріп жібердіңдер. Сенімді ақпарат көздері бойынша дүнгендер мектеп жасындағы оқушы қызды айуандықпен зорлап өлтірген және артынан өртеп жіберген. Ал қыздың әкесі болған қайғыны көтере алмай, ол да қайтыс болған. Осыны да ақшаға сатылған сатқын прокурорлар мен полиция қызметкерлері жылы жаба салған. Көрдіңіздер ма? Тоңғандар осыдан 1 жыл бұрын Қазақстан елінің мемлекеттік рәмізі болып есептелетін көк туымызды да әдейі өртеген. Яғни кешегі болған қақтығыс осындай жағдайлардың асқынып, шектен шығып кеткендігі салдарынан орын алған. Сондай-ақ осы жағдай Ішкі істер министрлігінің жұмысының қожырап кеткендігін әшкерлеп берді. Полиция қызметкерлері мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері көшеге өз құқығын қорғау үшін шыққан шал мен кемпірлерді және жер сатылмасын деген белсенді активистерді зорлықпен қолын қайырып және олардың күндіз-түні үйлерін аңдымай, елімізде бұзақылық жасап жүрген диаспораларды бақылауға алып, солармен қатаң жұмыс жасау керек еді. Тағы да ескертіп кететін нәрсе, Қордайдағы Масанши ауылындағы тұратын доңғандар қырғыз және қазақ қос азаматтығына ие екен. Доңғандар қазақ паспортын сатып алу арқылы мемлекеттік қазынадан пособия мен жәрдемақылар алатынын халық ашық айтуда. Дәл осы жағдай қос азаматтыққа ие Ресей мен қазақ паспорты бар орыстар мен тағы басқа да диаспоралар, этностық топтарға да қатысы бар. Осы жағдайды ішкі істер органдары мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері қатаң тексеруге алулары қажет. Егер заң бұзушылық анықталса, онда заңды жауапқа тартылулары керек. Осымен қатар Масанши ауылының атауы қазақшалануға тиіс. Ең сұрақысы, доңғандар заң мен тәртіпке бағынбай құтырған соншалықты полиция өкілдерінің үстінде киімдерін жыртып, оларды жерге домалатып ұрған. Міне осылай полициялар доңғандардан таяқ жеп масқара болды. Тек Назарбаевтың қауіпсіздігін қорғайтын полициялар, сіздер негізі қазақтың азаматтарына ескерткіш орнатсаңыздар да болады. Себебі сіздерден қаншама қорлық көрсе де әлі де сыйлап, доңғандар сияқты төбелесіп, сіздерді жерге домалатқан емес. Назарбаевтың құрған диктаторлық режимі адамдық құқығымыз бен қақымызды және тілімізден айырып, қазақ мемлекетін қорлап, мазақ еткені соншалықты 30 жыл бойы осы күнге дейін тәуелсіз ел болсақ та, әлі Ресей тілімен мемлекетті басқарып отыр. Кезінде елімізге аш жалаңас келген және тың игереміз деген Ресейдің экспансия саясатымен орыс деревнияларынан шаруа мұжықтары көшіріліп әкелінген болатын. Назарбаев осы диаспоралар мен этностық топтарды басындырып, қазақтың ұлттық ар-намысын аяққа таптатып, ассамблея мүшелерін қазақ мемлекетінің қақ төріне шығарып отырғызып қойды. Ең басты титулды ұлтты, яғни қазақты аяқ асты етіп, біздегідей төрде отырып алған арсыз, ұятсыз ассамблея әлемнің бірде-бір елінде жоқ. Естеріңізде сақтаңыздар, қазақ халқы кедейшілікке де, қиыншылыққа да шыдайтын халық. Бірақ мәселе жер мен ұлт мүддесіне және ар-намысқа келіп тірелгенде, ешқашанда ешкімге де шыдамдылық көрсете алмайды. Қазіргі жемқорлық өршіп тұрған кезде елімізге келген өзге ұлттарға 10 жылға дейін азаматтық бермеуге мораторий жариялансын.
Осы мораторий шетелдегі қазақтарға қатысы жоқ. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясындағы 7 баптағы екінші тармағы алынып тасталсын. Еліміздегі ішкі саясат бөліміндегі топастар нағыз ел мен жерін сүйетін патриоттармен күресуде. Ішкі саясаттың негізгі жұмысы жастарды отан сүйгіштік пен патриоттыққа тәрбиелеу керек емес пе? Олар осымен қатар халықтың көңіл күйін зерттеп, мониторинг жасап отыру керек еді. Елімізге қоныс аударған басқа диаспоралардың өмір тіршілігін зерттеп, ел мен мемлекеттің тыныштығына қауіп төндіретін іс-әрекеттер бар ма, жоқ па деген бағытта мұқият жұмыс істеп, бақылауға алу олардың тікелей міндеттері. Өкінішке қарай, осындай жұмыстардың атқарылмауы салдарының аяғы қайғылы жағдайлардың орын алуына жиі себеп болуда. Жағымпаз, сатқын шенеуліктер тек бір адамның немесе Назарбаевтың отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігін қараусыз қалдырды. Бай ел болсақ та, халық жұмыссыздық пен кедейшіліктен босып кетті. 30 жыл бойы Назарбаев халықты өтпелі кезең деп және түрлі стратегиялармен алдап келді. Ол халықтың игілігіне жұмыс істеудің орнына халыққа тиесілі байлықты тонады, жерді оңды-солды Қытайға сатты. Халық ақыр соңында жұмыссыздық пен кедейшілікке ұрынды. Қазіргі кезде халық адам сияқты өмір сүріп жатқан жоқ. Халық тірі қалу үшін жанталасып, әрең тыныс алып жатыр. Негізінде қазақ халқына басқа диаспоралардан көп нәрсенің керегі де жоқ. Ең керегі елімізде тұрып жатқан көптеген диаспоралар мемлекеттік қазақ тілі мен жергілікті ұлт қазақты сыйласа жетіп жатыр. Қазақ халқы диаспоралы мен этностық топтардан тек екі нәрсе, тіл мен құрметтілікті талап етеді. Біз унитарлы елміз. Унитарлы деген сөз бір тұтас және бір текті деген мағынаны білдіреді. Демек, біз бір мемлекет, бір тіл, бір дін деген ұстанымды ұстануымыз керек. Сондай-ақ диаспоралармен қазақты жақындататын және тату-тәтті етіп біріктіретін құрал ол қазақ тілі. Егер диаспоралар қазақ тілін білгенде, онда қазақ халқының қуанышы мен қайғысында бірге болып және жан дүниесін түсінген болар еді. Сондықтан ассамблея мүшелері өздерінің этностық топтарын, жергілікті титулды қазақ ұлты және оның тілін бүгіннен бастап үйренуге және құрметтеуге шақырсын. Қазақстан халықтар ассамблеясы егер осы талаптар орындалмаса, біздің қазақ халқы сіздерде теріс пиғылды арамтамақтарды қазақ халқы есебінен қаржыландыруға, асырауға міндетті емес. Егер осы талаптар орындалмаса, онда Қазақстан халқы ассамблеясы таратылсын деген талаппен көшеге шығуымыз керек. Егер қазақ жермен келешек тағдырларын байланыстырғысы келетін барлық диаспоралар міндетті түрде қазақ тілін үйренсін және әр отбасында және диаспоралардың ақсақалдары қазақ ұлтының тілі мен мәдениетін құрметтеуге үндеу жасап отырсын. Балалар мен жастарын жергілікті ұлт қазақ халқын сыйлауға, құрметтеуге үйретіп тәрбиелесін. Сонда ғана ұлтаралық қайғылы апатты жағдайлардың алдын алады және ынтымақтастықта өмір сүретіндіктеріңізге сіздерге паспорт ретінде кепілдік болады. Егер сіздер қазақша сөйлеп, ұлтты сыйлап, иліп тұрсаңыздар, сіздерге қазақ халқы қайта құшағын ашатыны сөзсіз. Ал өз ұлтының мүддесін сатқын билік, сендер қазақ халқының мүддесі мен құқығын қорғауға қашан кірісесіңдер? 30 жыл бойы Ресейдің мүддесіне жұмыс істедіңдер, Ресей тілінде сайрадыңдар, ұлт мүддесін жұмыс істейтін және қазақ тілінде сөйлейтін уақыттарың болды.
бір ұлтқа табындыру, орыстандыру саясаты тоқтатылсын. Қытай доңған ұйғырларды қазақ жеріне қаптатып қоныстандыру тоқтатылсын. Енді бұдан былай қазақ елін кімде-кім көп ұлтты мемлекет деп Назарбаев сияқты сөйлейтін болса, онда ол адам сөз жақ қазақ ұлтының нағыз қас жауы болып есептеліну керек. Қазақ ұлты сендердің осындай сатқындықтарыңа төзіп отыра бермейді. Осы болған қайғылы жағдайға тек Назарбаевтың жүргізіп отырған 200-ді сайқал саясаты ғана кінәлі, басқа ешкім емес. Алдағы уақытта Назарбаев пен оның отбасы және қасындағы кландары өз еріктерімен саясаттан кетулері керек. Егер елімізде түбегейлі саяси реформалар жасалынбаса, онда Ақордада Массанчи ауылының кебін киіп, өртенген Қараордаға айналуы ғажап емес. Халықтың төзімі шегіне жетті. Ойланыңыздар. Сау болыңыздар.